Көрсеткіш теңдеулер жүйесін шығарайық. Қараңыздар, бұл жерде көрсеткіш өртектері қараңыздар, мына жерде негіздері бірдей. 2, екінші дәрежеде, 3, екінші дәрежеде, мында да 3, екінші дәрежеде. Бұл жерде есепті шығармастан бұрын алдымен алмастыру, айнымаларды алмастыру дұрыс болады. Сол кезде біздің есебіміз жеңілденеді. Қараңыздар, мына жерде 2, екінші дәрежеде, мында да дәл сондай айнымалы тұр. 2, екінші дәрежені біз бір А деген әріппен алмастырайық. Ал 3, екінші дәрежеде дегенді біз бір Б деген әріппен алмастырайық. Мына теңдеулер жүйесін қайттан көшірейік. Сонда 3А қосылған 2Б тең 4-тен 11-ге. Және А азайтылған Б тең минус 4-тен 3-ге. Ал мұндай теңдеулер жүйесін біз шығару білеміз. Біз бір теңдеуді қараңыздар. Мына екінші теңдеуді 2-ге көбейтіп жіберейік. 2-ге көбейтіп жіберейік. Сонда бізде мынандай теңдеулер жүйесі шығады. 3А қосылған 2Б тең 4-тен 11. Ал астыңғысы 2А минус 2Б тең минус 2-ден 3. Қараңыздар. Бұл жерде екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі шықты бізде. Оны шығарудың бірінші жолы бар. Біздің жағдайда қосып жібергеніміз дұрыс болады. Неге? Өйткені қосып жіберсеңіздер, сіздерде мына 2Б мен мына минус 2Б жойылып кетеді. Қосып жіберейік. 3Аға 2Аны қосқан кезде болады бізде 5А. Мына екеуі жойылып кетеді. Тең болады 4-тен 11 азайту 2-ден 3. Мына оң жақтарын есептеп жіберейік. Мұнда толықтаушы ретінде 2-ні береміз. Сонда 11 азайту 6 бөлінген 4 тең болады 4-тен 5. 5А тең 5А тең 4-тен 5. Екі жағына 5-ке қысқартып жіберейік. Қалады бізде сонда бізде А тең 4-тен 1-ге. Енді оралайық біздің бастапқы алмастырған жерімізге. Алмастырмай қояйық, біз алдымен Б-ні табайық. Б-ні табап, сосын оралайық. Б-ні табу үшін біз мына жердегі теңдеулер жүйесіндегі кез келген теңдеуге А-ны қойып, Б-ні табайық. Мысалы, мына жердегі теңдеуге А-ны қойайық. Сонда бізде 4-тен 1 азайту Б тең минус 4-тен 3 болады. 4-ті оң жақ, 4 Б-ні оң жаққа жіберейік, оң жақтағын сол жаққа жіберейік. Сонда бізде 4-тен 1 қосу 4-тен 3 ол тең Б-ға. Сонда 4-тен 1 4-тен 3 қосқан кезде болады 4-тен 4 ол тең 1-ге.
Міне. Енді біз оралайық біздің бастапқы айнымалыларымызға. Ол бізде 2 х-ші дәрежеде және 3 y-ші дәрежеде. Мына жерге a-мыз бізде 4-тен 1-ге тең болды. А негізінде ол бізде 2 х-ші дәрежеге тең. Енді қалай білесіз? X-тің орнында қандай сан болған кезде 2 4-тен 1 болып кетеді. -2. -2, әрине. Бір белгісіз таптық. Енді бізге табу керек b-ні. b деймін ғой, y табу керек. Қайта оралайық мына жерге. 3 y-ші дәрежеде ол тең b-ға, ал b-мыз бізде тең болды және 1-ге. Қалай ойлайсыздар? 3 нешінші дәрежеде 1-ге тең болады? 0-ші дәрежеде. 0 ма? Иә, 0-ші дәрежеде 1-ге тең болады. X пен Y таптық, жауабымыз яқ. Жауабы X -2-ге тең, Y 0-ге тең. Есеп аяқталды. Келесі есеп. Бізде мынандай теңдеулер жүйесі. Бұл жерде қараңыздар. Мына жерде 2 х-ші дәрежеде тұр, ал мұнда 2 y-ші дәрежеде. Мұнда керісінше 3 y-ші дәрежеде, 3 x-ші дәрежеде тұр. Бұл теңдеулер жүйесін жаңағындай екі айнымасы бар сызық теңдеулер жүйесіне келтіруге келмейді. Бұл жерде ең дұрыс жолымыз ол бізде қараңыздар, екі жағы да оң сан, әр теңдеулерде. Сондықтан мұнда сол жағына, оң жағына көбейтіп жіберейік. Көрейік не болатын. Так. 2 x-ші дәрежеде көбейтілген 3 y-ші дәрежеде көбейтілген 2 y-ші дәрежеде көбейтілген 3 x-ші дәрежеде тең 12-ні 18-ге көбейтейік. 12-ні 18-ге көбейткен кезде бізде болады 216. Қараңыздар, 2 x-ші дәрежеде, 3 x-ші дәрежеде. Екеуін бір негіз ретінде алып, x-ті жашан сыртына шығаруға болады. 2 көбейту 3 x-ші дәрежеде. Көбейту 3 y-ші дәрежеде, 2 y-ші дәрежедегі дәл солай істеуге болады. Сонда 3 көбейту 2 y-ші дәрежеде. Ол тең 216. 2 көбейту 3 бізде 6, x-ші дәрежеде көбейтілген 3 көбейту 2, 6, y-ші дәрежеде. Ол тең 216. Бұл жерде қараңыздар, негіздер бірдей, онда көбейткен кезде екеуін дәрежелер бізде қосылады. 6,
x қосылған екінші дәрежеде тең. Ал 216-ны қараңыздар. 216 дегеніміз ол бізде 36-ның кубы. 36-ның кубы деймін ғой. 6-ның кубы. 6-ны өзіне 3 рет көбейткен кезде 216 болады. Қараңыздар, негіздері бірдей. Демек, онда дәрежелері де тең болу керек. X қосылған y-іміз тең болу керек 3-ке. Енді қараңыздар, біз мынандай сызықты теңдеп алдық. Енді біреуін x пен y-ті табу үшін біз мына жерден біреуін өрнектеп алып, осы теңдеулердің біреуін апарып қоямыз. Так, біз мұнда x-ті өрнектеп алайық. Ол бізде сонда 3 азайтылған x болады. Осыны алып, кезген бір теңдеуге апарып қояйық. Біз біріншісіне апарып қояйық. Сонда бізде 2-ші дәрежеде көбейтілген 3 y-ші дәрежеде y-дің орнына біз 3 азайтылған x қоямыз. Тең 12-ге. Енді мұнда мына жердегі дәрежені қараңыздар. Дәрежедегі азайтуды негізімен бөлу ретінде жазған дұрыс болады. Сонда бізде 2x-ші дәрежеде көбейтілген 3-дің кубы бөлінген 3x-ші дәрежеде тең. Мына екеуін бір негіз ретінде алып жазайық. Сонда 2 бөлінген 3 x-ші дәрежеде көбейтілген 3-дің кубы. Ол бізде 27 тең 12. 27-ні оң жаққа жіберейік. Сонда бізде 2 бөлінген 3 x-ші дәрежеде тең 12 бөлінген 27. Бұл жерде қысқартып жүрек бөлшекті 3-ке. Бұл жерде 4 болады, бұл жерде 9 болады. Ол тең 9-дан 4-ке. Енді қараңыздар, мына жерде негізі 3-тен 2, бізде оң жақта сол түрге келтіріп жазайық. Бізде болады солай жазуға. 3-тен 2 квадрат. Енді қараңыздар, бізде негіздер бірдей, демек дәрежелері де бірдей болу керек. Сонда x-іміз тең болу керек 2-ге. X таптық, енді бізге екінші жұмын табу керек, ол y-ті табу үшін біз мына жердегі өрнектеп алған жерімізге апарып қойық x-імізді. Сонда y тең 3 азайту 2 тең 1-ге. Жауабы 2 және 1. Келесі мысал көшейік. Қараңыздар, мына жерде бізде бірінші есепте былай деп тұр. 0,25 x квадрат минус 4-ші дәрежеде тең 2 x квадрат минус 1-ші дәрежедегі. Шешу. Мына жерде қарасаңыздар 0,25 деп тұр, мына жерде 2 деп тұр. Екеуін қараңыздар, бірдей негіз түрінде жазуға болады. 0,25 дегеніміз ол бізде 4-тен 1 0,25. Жай бөлшек түрінде жазсақ. Ал 4-тен 1-ді жазуға болады басқаша 2-ден 1-дің квадраты деп. Немесе 1 бөлінген 2-нің квадраты, яғни 2-нің минус 2-ші дәрежесі жазуға болады. Біз қазір сол жағын осы негізде жазамыз да, 2 негізде жазамыз да. Сосын дәрежелерін теңестіреміз.
Сонда 0,125 дәрежесі x квадрат алынған 4 ол тең 0,125-ті жазамыз 2 минус екінші дәрежеде деп. X квадрат минус 4-де тең. Қараңыздар. Дәрежелер бұл жағдайда бір-біріне көбейтіледі. Минус 2x квадрат плюс 8. А ол бізде, қараңыздар, мына өрнегіміз мынаған тең. Жазып қояйық. 2x квадрат алынған 1-ге. Қараңыздар, негіздері бірдей, демек дәрежелері де тең болу керек. Минус 2x квадрат қосылған 8 тең x квадрат алынған 1-ге. Квадрат теңдеу пайда болды. Квадрат теңдеуді шешу үшін барлығын бір жаққа жинастырайық. Барлығын оң жаққа жинастырайық. Сонда бізде болады 3x квадрат. Так, 8-де азайтқан кезде минус 9 болады. Тең 0-ге. 3-ге бөліп жіберейік. Сонда бізде x квадрат минус 3 тең 0-ге. X квадратымыз тең 3-ге. Ал x-мыз тең сонда плюс минус түбір астында 3-ге. Есеп аяқталды. Жауабы плюс минус түбір астында 3. Екіншісі 5 4-ші дәрежелі түбір астында көбейтілген 5 3x дәрежедегі тең 125-ге. Мына жерде қарасаңыздар, есепте подсказка ретінде мына жерде 5 деп тұр. Барлығын негізі 5 түрінде жазуға болады. Мына жерде 5 4-ші дәрежелі түбір астындағыны былай жазуға болады. 4-тен 1-ші дәреже деп көбейтілген 5 3x дәрежеде тең, ал 125 дегеніміз, ол біз білеміз 5 кубта. Негіздері бірдей болған кезде, көбейткен кезде дәрежелер қосылады. 4-тен 1 қосылған 3x. Ол тең 5 кубта. Дәл жаңағындай. Негіздері бірдей, демек дәрежелері де тең болу керек. 4-тен 1 қосылған 3x тең 3-ге. Сызық теңдеу 4-тен 1-ді оң жаққа жібереміз. 3x тең 3 азайтылған 4-тен 1 ол тең. Мына жерге тоқтаушы ретінде 4-ті берейік. Сонда бізде 12 азайту 1 бөлінген 4 ол тең 4-тен 11. Мына жақта бізде 3-тің алдындағы x-тің алдындағы коэффициент 3-тен құтылайық. Ол үшін біз 3-ке бөліп жібереміз. Сонда бізде x-іміз тең болады. 11 бөлінген 4 көбейтілген 3 тең 12-ден 11. Ол біз x-імізді таптық, демек есебіміз аяқталды. Жауабы x тең 12-ден 11-ге.